Сәлем қыздар, біз бұл жерде шпинат рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге 50 грамм ұн, 200 грамм шпинат, лимон қышқылы және 3 жұмыртқа және де жарты қасық тұз керек. Бірінші шпинатымызды жақсылап жуып, блендерімізбен езіп аламыз. Осылай екіге бөліп еземіз. Майдалап езіп аламыз жақсылап. Шпинатымыз дайын болғанда осылай ыдысқа салып алып, жұмыртқамызды қосамыз. 3 жұмыртқаны сары уызын бөлек, ақ уызын бөлек екіге бөліп аламыз. Сары уызын шпинатқа саламыз. Және де үстіне 50 грамм ұнымызды қосамыз. Жарты шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Видеодағындай жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, жасап көріңдер. Әрі оңай, әрі закуска деп аталады. Ассорти қылып қойсаңыздар, керемет. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы ақ уызымызды бөлек алған, оны миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Араластырып болғанда осылай аударған кезде төгілмейтіндей болу керек. Өз формасын ұстайтындай әдемі болғанша ағартамыз. Шпинатымызға бір қасықтан салып, асты үстіне қарап араластырамыз. Миксермен немесе қатты былай араластыруға болмайды. Себебі ақ уызымыз басылып қалады піскенде. Сол үшін осылай асықпай бір қасықтан алып, шпинатымызға салып араластыра отырамыз. Мінекей, осындай масса пайда болды. Енді оны противенге саламыз. Противеніңіз сапасы жақсы болсын, майламайсыздар. Егерде противеніңіз нашар сеніңкіремесеңіздер, кішкене пістемай жағып жесеңіздер болады. Осылай жайып, түзу қылып салып аласыздар. 170 градуста 10-15 минут пісіріп аласыздар. Осылай духовкаға салып аламыз. Піскен шпинатты суытып, ортасына начинкасын дайындайсыз. Ол үшін бізге 300 грамм творожный сыр, 20 грамм балық, қызыл балық, және де жарты қасық лимон қышқылы мен сүт керек. Сүтті енді өз қалауларыңызша қосасыздар. Қатты сұйық болған қаласаңыздар, сүт көбірек қосасыздар.
Пищевой пленканы осылай төсеп алып, үстіне шпинатымызды аударып қоямыз төсеп. Оның үстіне начинкамызды, творожный сырымызды бір келкі қылып әдемілеп жағып шығамыз. Өз қалауларыңызша ортасына балық қоссаңыздар да болады. Бізде өзімізде балық ұнатпайды көбісі. Сол үшін қоспадым. Творожный сырдың өзімен дәмді болады. Жасап көріңіздер. Осылай түзу бір келкі істеп жағып аласыздар. Пищевой пленкамен қайта орап, сыртын пищевой пленкамен жақсылап орап, холодильникке бір күнге қойсаңыздар, ертесіне қолдана бересіздер. Кемі 8-9 сағат тұру керек. Мінекей осылай көрініп тұрады. Енді қыздар, біз сырный рулет жасаймыз. Ол үшін бізге күркума, сыр, 3 жұмыртқа және қаймақ керек. 250 грамм сырымызды саламыз, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Енді оның үстінен 60 грамм қаймағымызды саламыз. 20-25% қаймақтар бола береді. Және де жарты қасық күркумамызды саламыз. Тұзды өз қалауларыңызша, сырға байланысты. Ірімшіктеріңіз тұзды болса, тұз көп қоспайсыздар. Оны өз қалауларыңызша көресіздер. Осылай барлық затты бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Өте оңай жасалады. Қол жетімді заттар. Жасап көріңіздер. Осылай бір келкі масса болғанша әдемілеп араластырып аламыз. Противенге құйып аласыздар. Сапасы жақсы болса, майламайсыздар. Қағазны, бумага сондайлар болса, кішкене май жағып пісіріп аласыздар. Осылай жағып пісіріп аламыз. Бұл піскенше біз ортасында начинкасын дайындаймыз. Начинкасына тауық еті, 400 грамм тауық етін блендермен езіп алып, немесе мясорубкіден өткізіп аласыздар. Ол үшін бізге тауық еті, 1 пияз, 1 үштік пияз үстіп майдалап қуырып аласыздар. Осылай үстіне салып, және де чеснок, 2 штук чеснокты теркадан өткізіп, немесе майдалап турап, осылай бәрін салып аласыздар. Тұз бұрышты өз қалауларыңызша себесіздер. Содан жақсылап араластырып, жаңағы піскен сырдың ортасына бір келкі қылып төсеп, осылай қайтадан орап, фольгаға салып, жақсылап орайсыздар. Фольгаға орайсыздар да, печкада 30-35 минут пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін бетін ашып, осылай тағы да 10 минутқа пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.